Selim dostlar, sizin uyingizdagi muzlatqich istep turib, to'natqich istemay qolgan жағдай bo'ldimi? Bo'lganda шығар. Sebebi bunday жағдай ko'p кездеседі. Жаңағы uyingizde, har bir uyde жаңағы комбайн дейді, екеуі қосылған мұздатқыш мен тоңатқыш бар. Сондай жағдай менің басыма да кеше келді. Кеше күні менен әбігер болып, тамақтар бұзылып кетеді деп далаға қойып, жақсы жері қыс еді, дала суық. Дүкен, магазинге барам десек, бізде жаңағы ковид, бәрі карантин жабық, интернеттен жаңағы тоңатқыш, мұздатқыш қарай бастадық. Бірақ оның алдында бір YouTube-ке кірейін, не жазылған екен деп YouTube-ты қарастырып шықсам, негізінде бұның шешімі оп-оңай YouTube-те бар екен. Соныменен біздің міне тұрған Siemens төменінде мұздатқыш, жоғарысында тоңатқышы бар, собынша істемей қалды. Бұның себебі оп-оңай екен, білген адамға негізі. Басында мен бұны апарып, тастап жаңасын алайым деп шешіп отыр едім, бірақ YouTube-тен жаңа айтқандай, бұның шешімін таптым. Түнде жасап, таңертең міне тесті жасасам, барлығы істеп тұр. Бұл не үшін бұлай болып қалады екен, сізге бірінші түсіндіріп берейін. Айтқандай, міне мына жоғарысында тоңатқышы, төменде мұздатқышы. Төменде мұздатқышы бізде істеп тұрған. Бірақ жоғарыда істемей жаңағы температурасы 25-ке көтеріліп кетті. Бұның себебі бұлай екен. Мына мұздатқышта төменде мұздатады, бірақ мына арқа жағында бір тесік бар екен. Бұл мұздаған ауаны жоғарға жібереді екен. Жаңағы тоңатқышыңыздың температурасы 4-5 градус болу керек қой. Жоғарға жібереді. Бұл жоғарда бір термостат бар. Бұл термостат жаңағы сіздің тамағыңызды 4-5 градусқа сақтап қалуға жоғары төмен көтересіз. Яғни, мысалға 4 градусқа қойсаңыз, 4 градусқа мына жоғары жағы жеткен кезде, мына жақтағы төменден жоғары көтеретін канал жабылып қалады түскен кезде. Егер қайтадан мына есікті ашып температура көтерілген кезде қайтадан ашылып автомат түрде жоғарыда мұздатып тұрады. Ал проблема қай жерден табылады? Төменде мына мұздатқыштан көбісінде біз мына ұмытып кетеміз. Әйтпесе мына көп есігін ашып тұрамыз. Бүкіл ауа, мұздаған ауа далаға шығады. Далаға шыққан кезде автоматты түрде мына тоңатқыш, мұздатқыш жаңа температураны төмен түсірем деп қатты жұмыс істейді. Ал қатты жұмыс істеген кезде мына ненің ішінде, мұздатқышты ішіне мұз пайда болады. Бұл мұздар бара мына канал бар ғой, каналды жауып тастайды екен. Сол үшін төмендегі мұздатқыш істеп тұрса да, жоғарда канал жабылғаннан кейін, мына жоғардағы тоңатқыш істемей қалады екен. Ал бұның шешімі жай ғана мына мұздатқыш мен тоңатқышыңыздың несін біріншіден тоқтан шығарып, есіктерін ашып қойып, ішіндегі тамақ, анау-мынауын алып, 24 сағат есігін ашып қойсаңыз, барлық мұздарды еріп, канал өз-өзінен ашылады екен. Соныменен жаңағы болғаннан кейін, егер орнынан қозғасаңыз, жаңағы орнына апарып қайтарып қойған кезде жарты сағаттай күту керек. Неге десеңіз, артта бұның газ, анау-мынау бар ғой. Солар қозғалады, солар орнына түсу үшін. Әйтпесе бұзып алуыңыз мүмкін. Енді көбісінде осы
жаңа тоңатқыш бұзылып істемей қалатын себебі осы екен. Оп-оңай 24 сағат есіктерін ашып қоясыз, сөндіріп, мұздар бәрі ериді, қайтадан қоссаңыз, ары қарай істеп кете береді екен. Енді сіздер де осы бүгін мен көрген пайдадан көрсін деп, видео түсіріп, YouTube-ге қойып, сіздерге пайдалансын деп салып отырмын. Сау аман болып тұрыңыздар.